Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Ера кино арнасы. Мен бүгін сіздерге 2020 жылы шыққан фантастика боевик жанрындағы Алиса Пограничье сериалының қысқаша сюжетін баяндап беретін боламын. Видео басталмастан бұрын арнаға жазылып, қасында шыққан қоңыраушаны қосып қой. Бұл драматикалық сериалдағы басты кейіпкердің есімі Аресу. Жігіттің өмірде істейтін жұмысы жоқ, тек уақытының бәрін ойынға құртатын игроман. Әкесі мен ағасы оны отбасымызға салмақ салатын қырт жалқау деп санайды. Сондықтан да жігіттің ойын ойнап отыра бергеніне шыдай алмаған олар Аресуға үйден шығып кет деп ұрсып береді. Жігіт өзінің ең жақын достары Карубе мен Шотоға барады. Карубе өзінің барлық мәселесін жұдырықпен шешетін жауыз адам. Ол өзінің әріптесі бар мен қызды ұнататын, бірақ қыз бардың бастығының көңілдесі. Бұны білмеген жігіт бар мен қызбен жақындаса бастайды. Ал бұны жігіттің өкінішіне орай бастығы көріп қалып, оны соққының астына алады. Дереу жауап қайтармаса да Карубе өз бастығын ұрып жұмысынан айырылады. Ал еңбекқор Шотаның бірдеңеге табынатын масыл анасы бар. Анасы баласынан өзінің ғұрпына ақша сұрайды. Әрқайсысы өздерінің мәселелерінен бір сәтке арылып, көңіл көтеруге бір шетке жиналады. Заңға қарсы іс істеп, полицейлерден қашқан олар қоғамдық әжетханаға барып тығылады. Кенеттен жарық өшіп қалады. Сыртқа шықса ешкім жоқ. Ешқандай ізде, оларды басқа әлемге ауыстырып тастағандай. Түк түсінбестен алдарында не күтіп тұрғанын білмеген үшеуі жан-жағына қарап тірі жанды іздеп жүргенде, жарнама қалғаншасынан олармен сәлемдесіп, көп өтпей ойынның басталатынын хабарлайды. Олар ойын басталуы керек жарықтандырылып тұрған бір ғимаратқа келеді. Ішке кірген олар ұялы телефон алады. Бір қызығы, ішке кірген сәттен бастап сыртқа шығу мүмкіндігінен айырылады екен. Бұны бұзатын болса, арнайы лазер оларды атып тастайтын болады. Қастарына келген екі қызбен бірге олар ойынға тіркеледі. Ойынның деңгейі ойын картасы арқылы анықталады. Картаның түсі ойынның қандай болатынын білдіреді. Трэп командалық ойын, Бунми ақылдылыққа арналған ойын, Құрт сатқындық ойыны, Беки физикалық ойын. Ал картадағы сандар ойынның деңгейін көрсетеді. Неғұрлым көп сан ойынның қиындығын білдіреді. Алғашқы ойын барысында берілген уақыт аралығында дұрыс есікті тауып алу керек, немесе оларды жеңіліс күтіп тұр. Барлығы оңай көрінуі мүмкін, бірақ бұл тек ойынның басы болатын. Енді олар екі дүниенің суреті белгіленген екі есікке тап болады. Олар қай есікті таңдаймыз деп талқыласып жатқандарында таймер іске қосылып, бөлмеші газге тола бастайды. Қобалжы бәрі қорқып кеткен қыз өмір есігін таңдайды. Ол есік қыздың керісінше өлім есігіне айналады. Қалғандары қалған бір есікті таңдап тірі қалады. Ойын әлі аяқталған жоқ. Бұл жолы да олардың алдында дәл сондай таңдау. Қиын қыстау сәтте Аресу қауіпсіз есікті таңдай алды. Ғимараттың ұзындығы 20 метрді құрайды екен. Ал бөлме ұзындығы 6 метр құрайтын квадратта. Жігіт лифтіге кірме салдын ғимараттың апатты картасын көріпті. Онда ғимараттың квадратты формада екенін сонда байқаған. Аресудің болжамына сәйкес бұл қабатта 3 бөлме болуы қажет. Өздері өткен есіктер арқылы олар дұрыс есікті таңдауға көмектесетін үлгі тауып алуы мүмкін. Өздерінің болжамдарына қарамастан есікті таңдауға бата алмай тұрғандарында Шотаның аяғы өртеніп кетеді. Қуанышқа орай олар ғимараттан сәтті шыға алды. Ғимараттың сыртында олардың телефондарына жеңістеріне құттықтау келеді. Оларға 3 күнге арналған виза беріледі. Олардың басында бұл виза не үшін керек деген сұрақ туындайды. Олардың сұрағына визасының уақыты бүгін біткен адам алдарында пайда болған күйі жауап береді. Сөйтсе қолындағы визаның күнін ұзарту үшін оларға тағы бір ойыннан өту керек екен. Кейін әлгі еркек жоғарыдан атылған қызыл лазерден мерт болады. Демек олар берілген 3 күннің ішінде ешқандай ойынға қатыспайтын болса, оларды да өлім күтіп тұр. Шотаның аяғындағы жарақаттан кейін Карубе Аресуға біз ойынға екеуміз қатысайық деп ұсыныс айтады. Келесі күні олар ойын ойнау үшін көп қабатты үйге келеді. Бұл жолы ойынға олардан бөлек тәжірибесі көптеу ойыншылар қатысады екен. Бұл жолы ойынның деңгейі алдыңғы ойыннан жоғарырақ. Ереже бойынша олар берілген уақыт аралығында бөлмелердің арасынан қауіпсіз бөлмені тауып, сол бөлмедегі тапсырманы орындау қажет. Ойын барысында олар өлтіруші қолында қаруы бар жылқы басты адам екенін анықтайды. Ол ойланбастан алдында кездескеннің барлығын атуда. Басқалары өз бастарын ойлап қашып жүргенде Аресу барлығына бірге жұмыс істеп, өзіміз жүрген қабатты және жылқы бастынан қозғалып жүрген орнын бір-бірімізге хабарлап отырайық деп айғайлауда. Солай жасаса ғана олар қауіпсіз аймақты тез таба алады емес пе?
Біз күткендей ешқайсысы жауап қатпады, тек томпақ қыз Усега ғана үн қатты. Ол басқаларына жылқы бастының қайда жүргенін айтып береді. Жағдайдың ушығып бара жатқанын түсінген Арису мен Карубе екі денелі еркекті кездестіреді. Арису мен Усеге қауіпсіз орынды іздейтін болса, Карубе және екі еркек жылқы бастыны тоқтатып, оған шабуылдауға тырысады. Өзінің қабілетін қосқан Арису жылқы бастының атқан аймақтарды және ол қозғалған жерлерді байқай отырып, оның қай орынды қорғауға тырысып жүргенін түсіне алды. Яғни қауіпсіз орынның қайда екенін. Өзі көздеген орынға бағытталған Арису ол жерден құпиялы ақшашты жігітті кездестіреді. Ол да Арису секілді жұмбақтың шешімін таба алған секілді. Олар бөлмеге кірген кезде басқа жылқыбас пайда болып, оларға қарай оқ жаудырады. Қалған әлгі бала бөлменің сыртына қашып шығып, сонда тығылады. Ал қауіпсіз орынды таба алған Арису бір сәтте екі түймені басу керек екенін түсінеді. Ал түйме қарама-қарсы екі қабырғада орналасқан. Демек, бір адамның бір сәтте екі түймені басуы мүмкін емес. Ал таймердің бітуіне 1 минут қана қалды. Жылқыбастымен алысып, екінші адамды іздеген Арису көмек іздеп айғайлауда. Ондағы ең жақын досы Карубе жылқыбастыдан пышақ жарақатын алып, орнынан тұра алар емес. Ал денелі еркек болса, өмірі үшін екінші жылқыбастымен күресуде. Арисудың айқайын Усаге естіп, оған қарай асығады. Таймердің аяқталуына 30 секунд қалды. Қабырғалар арқылы өрмелеп шыққан Усаге қауіпсіз бөлмеге жете алды. Бірақ оларға алдымен Арису алысып жатқан жылқыбастан құтылу қажет. Осы кезде оларға әлгі ақшашты бала көмекке келіп, қызға электрошокерді лақтырады. Электрошокерді пайдаланып жылқыбастыны залалсыздандыра алған Усага мен Арису 3 секунд қалғанда түймеге қарай секіреді. Қуанышқа орай олар түймені басып үлгереді. Таймер 1 секунд қалғанын көрсетіп тұр. Осылай олардың телефондарына ойыннан өткені туралы хабарлама келеді. Ендігі олардың назары жылқыбаста. Сөйтсе, бұларды олар сияқты ойынға қатысып жатқан қарапайым адамдар екен. Олар ойыннан өте алмағаннан кейін мойындағы таққандары жарылып сол жерде мерт болады. Бұл жайт Арисуды шок жағдайда қалдырды. Демек, олар алдағы ойындарда өздері секілді ойынға қатысып жатқан қарапайым адамдарға қарсы тұруы мүмкін. Ал Карубе байланыстың даусын естіп, қолына рацияны алады. Рациядан біреу жауап біздің қолда, жағдайға қайта оралыңдар деп қайталауда. Осы жерден сериалдың екінші бөлімі де аяқталады. Сіздермен бірге болған Ира кино арнасы. Егер осындай видеоларды жиі көргіңіз келсе, менің арнама жазылып, лайк басып, қасында шыққан қоңыраушаны қосып қойыңыз. Ендеше келесі видеода кездескенше қош сау болыңыздар.